Шестое. Это самое главное. Исходя из всего перечисленного выше рекомендаций, назрел вопрос создания агентства по управлению водными ресурсами, который полностью отвечал бы за водную безопасность страны, как один из составных частей национальной безопасности с прямым подчинением главе государства. Целью агентства будет являться реализация государственной политики по водным ресурсам, выполнение стратегических, реализационных и контрольно-надзорных функций в сфере управления водными ресурсами. Спасибо вам всем. Это и есть итог. Спасибо. Су ресурсы еліміздегі өзекті мәселелердің бірі. Әсіресе судың сапасы және оның халыққа қолжетімді болуы аса маңызды болып тұр. Жыл өткен сайын халқымыздың санында, экономикамызда өседі. Бұл қалыпты құбылыс. Сол себепті 2040 жылдарға қарай Қазақстандағы су тапшылығы 12-15 миллиард текше метрге жетуі мүмкін. Жалпы, біз трансшекаралық су көздеріне тәуелді елміз. Евразия құрылымдағы өзендер мен каналдар баршамызға ортақ табиғат байлығы. Осы су көздері біздің халықтарымызды, экономикамызды жақындастырады. Сондықтан көршілес әрі достас елдермен бұл мәселе бойынша әрдайым өзара түсіністікке және келісімге келу керек. Жан-жақты ойластырылған су саясатын жүргізу, трансшекаралық суларды пайдалану мәселелерін шешу үкіметтің алдында тұрған аса маңызды міндеттер. Фермеры и промышленники нуждаются в качественном анализе и прогнозе по воде. Это касается ежегодных поставок и среднесрочной перспективы. Поэтому надо планировать загодя. Вместе с тем важно рачительно относиться к внутренним водным ресурсам. Процесс внедрения водосберегающих технологий идет крайне медленно. Отсутствует культура ответственного водопотребления. Потери в сельском хозяйстве, ключевом потребителе воды, в отдельных регионах достигает 40%. Фактически износ водохозяйственных объектов превышает 60%. Для исправления ситуации необходимы самые решительные и быстрые меры. В первую очередь следует ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий до 150 тысяч гектаров в год. Необходимо решить вопрос накопления талой воды и потерь при ее передаче, ведь это наш внутренний резерв. Для этого нужно построить 20 новых и реконструировать как минимум 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать не менее 3500 километров каналов. Задача к 2027 году обеспечить дополнительно около 2 кубических километров воды. Су үнемдейтін технологияларды енгізу аса маңызды және шұғыл міндет. Сондықтан тиімді тәсілдер ұсыну қажет. Дегенмен біз дәл қазіргі жағдайда жаңа тариф саясатынан да аттап өте алмаймыз. Әбден ескірген инфрақұрылым әрең жұмыс істеп тұр. Сондықтан жаңа инфрақұрылым салу өте маңызды міндет. Қазіргі нарықтың талабы суды нормативтен артық жұмсағандар оны ақысын жоғары тарифпен төлеу керек. Бір сөзбен айтсақ, суды барынша үнемдеуіміз қажет. Оған қоса судың көлеңкелі нарығы түбірімен жойылуға тиіс. Халқымыз судың да сұрауы бар деп бекер айтпаған. Су дегеніміз үнемдеп пайдаланбаса, тез таусылатын шектеулі ресурс. Онсыз шаруалардың күні қаран. Сол себепті бұл салада заңсыздыққа жол берілмейді. Талапқа бағынбайтындар қатаң жазаға тартылады. Еліміз үшін судың маңызы мұнай, газ немесе металдан кем емес. Су шаруашылығы жүйесін тиімді дамыту мәселесімен дербес мекеме айналысу қажет деп санаймын. Сондықтан су ресурстары және ирригация министрлігі құрылады.
министрліктің аясында ұлттық гидрогеология қызметі қайта жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ еліміздің су шаруашылығын басқару жүйесіне түгел реформа жасалады. Казахводхоз, Нуринский групповой водопровод және басқа да негізгі компанияларда өзгеріс болады. Жалпы осы саланың материалдық жағдайын жақсартып, кадр мәселесін шешу керек. Су тапшылығының артуы Орталық Азия мемлекеттеріне ортақ мәселе. Суды үнемдеп пайдалану, энергетика немесе көлік саласы сияқты аймақтағы ынтымақтастықтың тағы бір жаңа бағытына айналмақ. Үкіметке көрші елдермен бірлесіп, бұл мәселені жан-жақты пысықтауды тапсырамын.